Баршаңызға сәлем, сіздермен Кокс арнасы. Бүгін біз режиссер Деннис Ганселдің 2016 жылы шыққан экшн фильмі жайлы айтамыз. Әлемдегі ең мықты киллердің бірі Артур Бишкоп жалған төлқұжатпен тыныш өмір сүреді. Көп ұзамай оған әлемнің түкпір-түкпіріндегі қару-жарақ нарығындағы ең мықты 3 адамды өлтіруге ұсыныс келеді. Тапсырмадан бас тартуға мүмкіндік жоқ. Фильмнің аты видеоның соңында біле аласыздар. Артур Бишкоп Рио-де-Жанейро жағалауындағы яхтасында оянады. Ол жазбалардан музыка тыңдап кофе ішеді. Ал кетіп бара жатқанда ол қайықты жарылғыш құрылғымен дабылға қойып кетеді. Ер адам мотоциклге мініп, қаланың жазғы көшелері мен мейрамханаға барады. Ол жерде оны тұрақты қонақ ретінде қарсы алады. Онда оған бір қыз келіп тапсырма береді. Әлемге әйгілі 3 қару-жарақ сататын мықты бизнесмендерді жай өлтіріп қана қоймай, байқаусызда өлім болуы керек деп түсіндіреді. Егер ол жұмысқа келіспесе, оның жеке басын билікке және басқа мүдделі адамдарға ашамын деп қорқытады. Көрші үстелдерде ол қызбен бірге келген адамдарды байқайды. Қиын жағдайда қалған киллер бір қоңырау шалу керек екенін айтады. Бірақ телефонды алып шыққаннан кейін қызды суретке түсіріп алады. Ер адамға пистолет дайындай бергенде, Артур оның қолын қысып, нокаутқа жібереді. Осы кезде қыздың адамдардарымен төбелес басталады. Оларды ер адам шебер техникамен тоқтатады. Шақтар, ыстық гриль торы және разряд өртті тудыратын мылтық қолданылады. Мейрамханадағы төбелестен кейін Артур фуникулярлық кабинаның төбесіне көтеріліп, жасырынып жатқан аспалы жолда қуғын сүргін жалғасады. Оның ішіне Артурды төбеден атуға тырысқан қыз бен қуғыншылар кіреді. Қыз есіктерді қағып, жоғарыға көтерілген бойда Артур саңлауға секіреді. Оны төмендегі ұшатын дельтапланға тікелей қону үшін есептеген. Түнде Артур қайығына оралып, белгісіз біреулердің оған кіруге тырысып жатқанын көреді. Ол детонаторды іске қосады. Содан кейін контейнерлердің бірінде базасы бар портқа барады. Артурдың атындағы жалған құжаттарды жояды және алдын ала дайындалған жаңа төлқұжаттардың бірін алады. Ол Таиландтағы аралға ұшып барады. Онда жағалаудағы туристік қонақ үйдің басшысы Мэймен күтіп алып, Артурды бұрын тұрған үйге апарады. Онда Бишкоп телефондары, қарулары мен төлқұжаттары бар кешті жабады. Содан кейін мейрамханадағы қыз туралы ақпараттарды тауып беруін сұрайды. Ақпарат үшін $10,000 төлеп, оның қару сатумен айналысатын Райан Крейн есімді адаммен байланысы бар екенін анықтайды. Осы кезде қонақ үйге яхтадан шыққан қыз келеді. Ол алғашқы көмек көрсететін медициналық қорапты сұраған кезде, Мэй оның қолында соққылардан көгергенін байқайды. Әйел оған жақын ауруханаға қайықпен баруды ұсынады, бірақ қыз бас тартады. Түнде Мэй яхтада қызды ұрып соғу жалғасып жатқанын естіп, Бишті көмектесуге көндіреді. Артур қайыққа мініп, жігіті аяусыз ұрып соғып жатқан қызға барады. Ол оны жалғыз қалдыруды талап етеді, бірақ ер адам гарпунды ұстап алып, қарумен атуға тырысады. Артур қаруды қолынан қағып тастайды. Төбелес кезінде қыз сәтсіз құлап, талып қалады. Жігіті болса қашып кетіп, Бишкоп Мэйден қызды қонақ үйге апаруын сұрайды. Сөйтіп Артур кабинаны тексергенде, ол Джина есімді қыздың төлқұжатын және телефонынан өзінің суретін табады. Содан кейін ол яхтаны шалғай жерге апарып, отқа жағу үшін бензин құяды. Ол қонақ үйге оралғанда Джинадан оның суреті қайдан шыққанын бірден сұрайды. Ол Крейн үшін жұмыс істейтінін жоққа шығарады. Бірақ Бишкоп оған сенбейді және оған мылтық кезейді. Джина оны ұстап алуға тырысады, бірақ сәтсіз шығады. Сосын шындықты айтып, Бишті тұзаққа түсіру үшін келгенін мойындайды. Оның телефонында тапсырманы берген адамның нөмірі бар. Сонымен Артур оған өзі қоңырау шалып, оны өлтіруге көмек сұрағанда, Джина одан бас тартады. Бишкоп интернеттен отставкадағы әскери барлау агенті болып істейтін Джина туралы ақпаратты табады. Ауғанстандағы соғыстан кейін ол Камбоджада адам саудасының құрбаны болған балаларға арналған баспана ашты. Крейннің адамдары баспана қызметкерін ұрлап өлтірді. Егер Джина оларға көмектесуге келіспесе, балаларды өлтіремін деп қорқытты. Көп ұзамай Бишкоп кемеде Крейн адамдары бар қайықты теңізден көріп қалады. Ол Джинадан оның қолынан ұстап, оның сүйіктісі сияқты әрекет етуін сұрайды. Олар жергілікті үйлену тойына барады. Онда олар ерлі зайыптыларға арналған рәсімді орындайды. Мұны бандиттер суретке түсіреді. Кейінірек Джина ер адамды жақтаған үшін кешірім сұрайды және баспанадағы балалар үшін ол бәріне дайын болғанын айтады.
Артур да жетім өскен, бала кезінде оны кәмелетке толмағандарды жаттықтырған бір адамға сатты. Украина жетімдер үйінде Крейнде болды. Бишкоп олардан қашып үлгергенде, барлық айыптар Крейнге жүктелгенін айтады. Ол аяусыз жазаланды, енді Крейн кек алғысы келеді. Артур мен Джина түнді бірге өткізеді. Таңертең келер Джинаға аралдың арғы жағынан жүзіп бара жатқан қайықпен қашуды айтады. Қоштасу үшін ол оған әкесінің сағатын береді, және олар қайтадан кездескенше оны сақтауды сұрайды. Бірақ көп ұзамай Крейннің адамдары жағалау келіп, қызды өздерімен бірге алып кетеді. Артур қарсыласуға тырысады және ұрысқа түседі, бірақ оны тез қоршап алады. Бишаны Крейнмен кездесуге апарады, және жарылғыш заттармен орындыққа байлап тастайды. Артур одан қызды босатуын талап етеді. Крейн Артурға 3 адамды өлтіргеннен кейін ғана оны жіберемін деп уәде береді. Олардың біріншісі Малайзияда қатаң режимдегі түрмеге қамалған африкалық қару-жарақ саудагері Крил. Ол сол жерде жүріп те өз ісін жалғастыруда. Крейн өлтірушіге миссия аяқталғаннан кейін жұтылатын жипет капсуласын береді. Сол арқылы түрмеден қашып шыққан кезде тауып алуға болады. Джинаның әлі тірі екендігінің дәлелі ретінде ол әр кісі өлтіруден кейін қоңырау шалып сөйлесе алады. Соңында олар оған орналасқан жерін жібереді. Крейн оған сенуге болатынын айтады, өйткені Артур өз ісінің ең тәжірибелі маманы еді. Бишкоп акулалармен толып жатқан теңіздің ортасындағы жартасты аралда орналасқан түрмені зерттейді. Іздеуде жүрген адамның атына сүйек татуировкасы бар құжаттарды қолдан жасайды және кісі өлтіруді реттеу үшін миссияға қажетті ингредиенттерді сатып алады. Өзіне керек заттарын темекі мен сағыз қорапшасы ішіне жасырады. Келесі күні ол полиция қызметкерлеріне тиісіп, ол үшін қамауға алынып, түрмеге жіберіледі. Онда Биша Крилдің қолбасшылар тобымен бірге жүргенін бақылайды. Тұтқындардың бірі көптеген адамдар қару-жарақ сатушыға өлім тілеп, оған қарсы қастандық дайындап жатқанын айтады. Бұл жаман, өйткені егер Крилді қастандықпен өлтіретін болса, онда Бишті Крейннің адамдары түрмеден алмайды. Көп ұзамай Крилге қастандық жасалғанда, Бишкоп оның өмірін сақтап, шабуылдаушыны өлтіреді. Крил Бишке алғыс айтып, оны түскі асқа шақырады. Онда ол өзінің болашақ жоспарларымен бөліседі. Артур оны тұншықтырып, содан кейін тамақтан улануды үшін оған уланған тамақты аузына құяды. Осыдан кейін ол түрменің сыртқы қабырғасының бір бөлігін темекі қорабында жасырылған жарылғыш заттармен жарып, денеге акулаларды қорқытатын жақпа жағады. Капсуланы жұтып қойғаннан кейін, ол күзетшілерден жартастан теңізге секіреді. Оны Крейн жалдаған қайық капитаны күтіп алады. Артур Джинамен бейне байланыс арқылы сөйлеседі, және ол екінші нысанды жоюға 36 сағат қалғанын айтады. Сосын қоңырау шалғаннан кейін Крейн қыздың қолында сағатты байқайды. Осыдан кейін Крейн қыздың қаншалықты Артурға қымбат екенін түсінеді. Биша тау-кен саласында жұмыс істейтін австралиялық миллиардер Адриан Кукты зерттей бастайды. Ол зәулім ғимараттың 58-ші қабатында өзіне оқ өтпейтін бекініс жасады. Бишкоп Кук резиденциясының астындағы пәтерді жалға алу үшін риэлторға жүгінеді және әйелдің назарын аударып кілтті суретке түсіріп алады. Ол брондалған әйнекті тесетін бомбалар жасайды және пәтерге қайталанатын кілтпен оралады. Артур терезеден шығып, балкон сияқты сыртқа шығып тұрған бассейннің түбіне бомба қояды. Адрианның шомылу уақыты келді және ол бассейнге сүңгіп, киллердің бетін көреді. Шыны жарылып, миллиардер жерге қарай құлап өледі. Крейн киллердің жұмысына риза болған соң Джинаға Бишкоппен қайта сөйлесуге мүмкіндік береді. Ол әкесінің сағаты тоқтады деп өтірік айтып, камераны артында тұрған қайықтың мәліметтерін көрсетеді. Бишкоп оның координаттарын анықтау үшін қолданатын қайық нөмірін суретке түсіріп алады. Бірақ Джина бұл кезде ұсталады. Ал Бишкоп тікұшақпен қызды ұстап тұрған кемеге қарай асығады. Ол қайтадан акваланг дағдыларын қолданады және палубаға көрінбей еніп, бірнеше күзетшілерді мылтықпен өлтіреді. Ол кабиналарға кіріп кетеді, бірақ сол жерде ол анықталады. Бишкоп қару табуға тырысып жатқанда, Джина олармен қарсыласып күзетшілердің назарын аудара бастайды. Артур қалтасында гранатасы бар күзетшілердің бірін қуып жетіп, оны жарып жібереді. Бірнеше қуғыншыларды өлтіреді, бірақ өзінде жарылыс толқыны лақтырып тастайды. Сөйтіп оны Крейннің адамдары ұстап алады. Крейн Бишкопқа соңғы мүмкіндігі бар екенін айтады. Болгариядағы Варна қаласында соңғы тапсырма Макс Адамс есімді бай американдық қару-жарақ сатушысы тұрады. Ол заманауи қорғаныс жүйелерімен жабдықталған төбедегі үлкен ғимаратта тұрады. Төбенің ішінде ол баллистикалық зымырандармен жабдықталған сүңгуір қайықтарды жөндеу базасын құрды. Ол жерге кіруге тырысқандардың бәрі өлді.
Сонымен қатар, Крилл мен Куктың өлімі туралы білген Адамс анық сақ болды. Ол Адамстың медициналық тікұшағы бар екенін біледі. Ол оны төбедегі ескерткіштің жанындағы жергілікті ауруханаға апарады. Бейша ауруханасының төбесіндегі күзетшіні снайпермен өлтіріп, жедел жәрдем тікұшағын шақырады. Артур дәрігерлер келгенге дейін ішке кіріп, олармен бірге Адамсқа қарай ұшады. Ішке кіріп ол камераларды өшіре бастайды, ал күзетшілерді бірінен соң бірін алып тастап, төменгі қабатқа жетеді. Дабыл беріп, Адамс лифтпен жерасты бункеріне жіберу үшін шығарылады. Бишкоп Адамс келгенге дейін бункерге кіріп үлгереді, бірақ ол оны өлтіргісі келмейді, керісінше мәміле ұсынады. Артур Крейн қару-жарақ саудагерлерінің ықпал ету салаларының қолына алғысы келетінін және Африкадағы Крилл мен Азиядағы Куктан құтылғанын түсінеді. Солтүстік Америкада және солтүстікте мексикалықтарды есептегенде, Адамс белгілі бір принциптері бар қару-жарақ бароны болып шығады. Ол азшылыққа тап болған және тәуелсіздік үшін күресіп жатқан топтарға қару сатамын деп мәлімдейді. Артур Адамстың өлімін сахналауды және Крейнді ғимараттың ішіне алдап шақыруды айтады. Ол үшін қастандықтан кейін Макстың денесі жоғалып кетуі керек. Содан кейін Крейн өз адамдарын жібереді. Бункердегі жарылғыш заттың көмегімен Адамс судың түбіне түсіп, оны Артур қарсы алады және онымен бірге басқа жағалауға жүзеді. Жаңалықтарда Адамс суға батып, денесі тастармен басылды деп хабарлайды. Артур Крейнге қоңырау шалып, Джинаны босатуды талап етеді, бірақ Крейн алдымен Макстың денесін көру керекпін деп жауап береді. Ол суасты қайықтарының базасында екенін хабарлайды, ал Крейн өз адамдарын сол жерге жібереді. Ол сондай-ақ мәйітті көруге және Артурды өлтіруге бұйрық береді. Бірақ Артур келгендерге жарылғыш заттарды сыйға дайындап қойған болатын. Крейн өзінің қарамағындағылардың өлімін камералар арқылы көреді. Крейннің орынбасары мен Артурдың жекпе-жегі басталады. Көп замай сүңгуір қайықта жасырынуға тырысқан көмекшісі люкті жаппақ болғанда Артурдың гранатасы ішке кіріп жарылыс болады. Крейн Джинаны кепілдік ретінде пайдаланып, оны тікұшақ алаңына шығарады. Артур төменгі палубаға көтеріліп, күзетті жоя бастайды. Джинаны күзетші алып кетеді, бірақ ол қарсыласады және күресте оқ жарақатын алады. Бишкоп қарулы күзетшілермен арпалысып жатқанда, Крейн қызды өзімен бірге алып кетеді. Бұл жолы киллер өзін таң қалдыруға жол бермейді және жолындағы барлық қарсыластарымен күреседі. Крейн осы уақытта яхтаның өзін-өзі жою механизмін іске қосады. Артур жараланған Джинаға жетіп үлгерді және олар жарылысқа 3 минут қалғанын көреді. Артур қызды құтқару капсуласына отырғызады, ал өзі Крейннен кек алуға барады. Ол оны тауып, атысқа түседі. Крейн бұл шабуылдан аман қалады және екеуінің де оқтары таусылғанда төбелес басталады. Крейн тізбектерге зәкірмен шабуыл жасайды, бірақ соңында өзі яхтаға байланып қалады. Алайда ол уақыттың тым аз екенін біледі және Бишкоптың жарылыстың эпицентрінен жүзу арқылы қашалмайтынына сенімді еді. Суға секірудің орнына ол кабинаның ішіне қарай жүгіреді. 10 секундтан кейін яхтада жарылыс болады. Джина мен Адамсқа тірі қалғандар жоқ деп хабарлайды. Бишкоп Крейнмен бірге жоғалып кетті. Джина қонақ үйге оралады. Ол жерден аралдың картасын тауып алады. Сол кезде ол тірі Бишкопты көріп қуана қарсы алады. Адамс бақылау камераларынан бейнені мұқият зерттейді. Яхтада Артурдың жарылыстан аман қалғанын және сүңгуір якор қоңырау ретінде пайдаланып аман шығып кеткенін көреді. Осымен видеомыз аяқталды. Лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз. Келесі видеода қай фильмді көргіңіз келеді астына жаза кетіңіз. Бұл фильмнің аты «Механик. Воскрешение».